Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауылдан қорықтым. Бүгінгі сабақта демалыс орнының табиғаты туралы оқисың, демалыс орнын сипаттап жазуды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Дауыл, қатты, қорқу, толқын, жағажай, теңіз, жартас. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. А нұсқасы. Суретке қара, не көріп тұрғаныңды айт. Өзің білетін сөздерді қолдан. Оқушылар, ойланайық. Оқушылар, суреттен кеме капитанын, жартасты, жағажайды, толқынды, дельфиндерді, теңізді, қайықты көріп тұрмыз. Сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Бірінші тапсырманың ә нұсқасына назар аударайық. Қоршалған сөздерді оқы. Кестеге қалай бөлуге болады? Қоршалған сөздерге назар аударайық. Бұйра, теңіз, құм, сүңгуір, кеме, таза, жартас, толқын, сегізаяқ, ағаш, арал. Оқушылар, осы сөздерді кестеге бөліп орналастырайық. Іске сәт. Оқушылар, сөздерді кестеге қалай бөлдік? Жауабын бірге тексерейік. Жағажай, теңіз, құм, ағаш, арал, жартас, толқын, капитан, сүңгуір, дельфин, сегізаяқ, тайыз, бұйра, таза, қайық, кеме. Оқушылар, сендердің де тапсырманы сәтті орындап шыққандарыңа сенімдімін. Екінші тапсырма. Сұрақтарды көршіңмен талқыла. Сұрақтарға назар аударайық. Саған теңіз ұнай ма? Сен тұратын аймақта өзен немесе көл бар ма? Аралда тұрғың келе ме? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын біз ұсынған үлгімен тексеріп көрейік. Саған теңіз ұнай ма? Әрине, маған теңіз ұнайды. Сен тұратын аймақта өзен немесе көл бар ма? Иә, мен тұратын аймақта өзен көлдер бар. Аралда тұрғың келе ме? Иә, тұрғым келеді. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті шықты деп ойлаймын. Үшінші тапсырма. Мәтінді шолып оқы. Жалпы не түсінгеніңді айт. Биыл теңіз жағасында демалып қайттым. Теңіздің жағасы өте әдемі. Жартастың қасында, ағаштардың саясында, жағажайда суретке түстім. Алғашқы 5 күнде күн райы керемет болды. Күн сайын теңізге шомылдым. Күнге қыздырындым. Теңіздің жағасы аппақ құм. Арасында тұздар да жылтырайды. Соңғы 3 күнде күн райы күрт өзгерді. Қатты жел тұрды, дауыл соқты. Теңізде үлкен толқындар пайда болды. Серфинг тебетін спортшылар ғана теңізде жүр. Олар мүлде қорықпайды. Мен соңғы күндері теңіз жағасына барған жоқпын. Қатты тоңдым. Теңізден қатты жел соғады екен. Ал кейін дауыл тұрғанда тіпті қорықтым.
дауылды күндері жағажай бос болады. 4-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сұрақтарға назар аударайық. Ринат қайда демалды? Демалыс орнының табиғаты қандай? Теңіздің айналасында не бар? Жел тұрғанда теңізде не пайда болды? Ринат соңғы күндері неліктен жағажайға бармады? Соңғы уақытта жағажай не себепті бос болды? Ринат неден қатты қорықты? Оқушылар, ойланайық. Сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Ринат теңіз жағасында демалды. Демалыс орнының табиғаты өте әдемі. Теңіздің айналасында жартас, жағажай, аппақ құм, ағаштар бар. Жел тұрғанда теңізде үлкен толқындар пайда болды. Ринат соңғы күндері теңізге қатты тоңғандықтан бармады. Соңғы уақытта дауылды күндер болғандықтан жағажай бос болды. Ринат дауылдан қатты қорықты. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Демалыс орнының табиғаты туралы оқыдың. Демалыс орнын сипаттап жазуды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге бүгінгі сабақтың барлық тапсырмасы түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 96-шы беттегі 5-ші тапсырма. Өз демалысың туралы жаз. Ұсынылған жоспарды басшылыққа ал. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.